Пилат Иисусты камчылатты. Черүчилдер тегенекти өрөлө, оның бажына салып, кубакай кызыл катанчык кийдирдилер. Ого басып келип, Иудейлердин каны эсендик болсун. тешкилеп, жүзүнө согуп турдулар. Пилат ойто чыгып келеле айтты. Пат оның бирде буру таппай турганымды силерди билсин деп, оны силерге чыгарып жадым. Айдарда Иисус тегенектің өрүмелдүле кубакай кызыл катанчыкту чыгып келди. Көргүлөгөр, ат бу киши. Деп Пилат олорго айтты. Ула абыстарла жалчылар оны көрөлө кыйгырыша бердилер. Onu gerip koy! Gerip koy! Оны бойығар керегер. Деп Пилат олорго айтты. Мен onun буру таппай durum. Bizde yasak var. Деп иудейлер каруу жандырдылар. Yasakla bolsa. O boyun Kudayдың ulu dep jarlagan uchun ölөр uçurlu. Мыны угала Пилат там коркуду. Көргөзүнө ойто кирип Иисустан сурады. Сен кайдан? Же Иисус каруу бербеди. Меге айдар күнүң жок па? Деп Пилат айтты. Сени божодуп дейзем табым. Кері тартырзам да табым. Мыны сен билбей дуруң ба? Иисус каруу жандырды. Сеге өрөртүнөн берилбеген болсо, менин башымды билер жаңың жок болор эди. Onun үчүн мени сеге берип ийгениң кинчеги жаан. Бу сөздөрдүн кийинен Пилат оны божодуп ийер арга бедиреди. Иудейлер дезе кыйгырышып турдулар. Sen onu boşadı bilsin. Kağanға naci emezsin. Boyun kan dep jarlap turgаны. Kağanға удура туруп чыкканы ол. Пилат бу сөздү угала Иисусту чыгарала, яргы эдетен жерге отуруп алды. Бу жерди таш терге, еврейлеп Гаввафа дейтен. Пасха байрамның алдындагы пятница күн дал туш кирези болгон. Көргүлөгөр, ат бу силердин кааныгар. Деп Пилат иудейлерге айтты. Же олар кыйгырыша бердилер. Ол ölsün, ölsün. Onu gerip koy. Кааныгарды керип коёюн ба? Деп Пилат айтты. Kağanan başka bizde kan yok. Деп улуу абыстар каруу жандырдылар. Оны кере тартсын деп Пилат оны олорго берип ийди. Анайдарда Иисусту апардылар. Бойының керүү агажын жүктенип алып, ол куу баш, еврейлеп Голгофа деп жерге чыкты. Анда оны керип койдулар. Онула кошо эки жанына баса эки кишини, ортосуна Иисусту керип койдулар. Пилат бичик-бичийле керүү агашка илди. Бичилгени мындай болду. Назарет жеринен Иисус, иудейлердин кааны.
Бу бичикти иудейлердің көбізі қычырған. Енің үшін дезе Иисусты кере тартқан жер қалаға жуық болған. Ол еврей, рим, грек тілдерде бичілген. Иудей улы абыстар дезе Пилатқа айттылар. Иудейлердің қаны деп бичі бе? Мен иудейлердің қаны деп айтқанын бичі. Нені бичігем, оны бичігем. Деп Пилат қару жандырды. Черүчілдер Иисусты керейле, оның киімін алып, 4 башқа бойларының тоғысыла үлешіп алдылар. Анайып оқ қатанчығын алдылар. Ол көктөгін жик жоқ, тудуштай соғып еткен болған. Олар бой-бойына айдышты. Оны жыртпайлы, қашыбысқа жеді жерді, шыбаға чачалы. Анайып ағару бичікте мынайды айдылғаны бүтті. Киімімді бойлары ортада үлежіп, киген кейбім үшін шыбаға чачтылар. Черүчілдер анайдалы еттілер. Иисустың керу ағажының жанында оның енезінің сыйны Мария Клеопаның емені, оның Мария Магдалина тұрдылар. Иисус енезілі оғы қоштой тұрған қарузыған үренчігін көрелі енесіне айтты. Үйгіжі, сенің ұлың бұ. Оның үренчігіне Сенің енең бұ. деді. Оныңла бері бұ үренчік оны бойында жүргізген. Мұның кейінінде Иисус бүдетені бүтті деп біліп, айтты. Сузап тұрым. Анайып, ағару бичікте айдылғаны бүтті. Анда толтыра уксусту жирақы тұрған. Черүчілдер уксусла чықтыдылған немені иссоп деп өзімнің будағына саптап, оның ердіне дейгістілер. Иисус суызынды амзап, Бүтті. дейлі бажын еңілтіп, тыны үзіле берді. Ол пятница күн болған. Улыстың сөгін субот күнде керу ағашты артырбасқа, ол субот күндезе улу күн болған. Олардың жодоларын сый соғылы, сөктөрді дүжірсін деп иудейлер Пилаттан көп сұрадылар. Черүчілдер келелі Иисусла кере тартылған улыстың бірізінің, оның екіншізінің жодосын сый соқтылар. Иисусқа келіп, оның өліп қалғанын көріп, жодосын сый соқподылар. Черүчілдердің бірісі оның қабырғаларына жыдала сайып ерде, ол тарыйын қанла суаға берді. Мұны көрген кіші керелеген, оның керелегені чын. Чынды айдып тұрғанын ол білер, сілерді де бүтсін деп айтқан. Анайып, оның үйе сөйгі сынбас деп, ағару бичікте айдылған сөз бүтті. Ағару бичікте база бір дерінде айдылғаны бар. Тюдала сайған кішізі жар көргілер. Мұның кейінінде Аримафейдан Иосиф деп кіші Иисустың сөйгін дүжіріп аларға Пилаттан көп сұрады. Ол Иисустың үренчігі болған, те иудейлерден қорқып, онысын жашытта тұтқан. Пилат көбін берді. Онысы барып, Иисустың сөйгін түжіріп алды. Никодим баса оға келді. Башқыда ол түнде Иисусқа келіп жүрген.
Никодим 30 килограммға шыдар жараш жыту майдыңла алоэның чейінтізіне келді. Олар Иисустың сөөгін алала, иудейлердің сөök жуыр жаңыла жараш жыту чейінтеле сүртіп, кеден бөслі ороп иділер. Оның керет артырған жерінде сат болған. Анда кижінің сөөгі салылғалақ жаңы жер. Иудейлердің пятница күніне болып, Иисустың сөөгін жуғынша ол жерге салып қойдылар.